1 тонна егіп, шамамен 2 миллион 200-2 миллион теңгедей ақша жұмсадық. Поля сияқты керемет, газон сияқты көріп тұрады. Ең керемет сәт. Бұнымен біз не айтқымыз келеді? Әттең егер осындай бір ақылды ертерек біреу айтқан кезде маған егіңіздер берекет береді. 1 тоннадан в идеале дұрыс қарайтын болсаңыз 5-7 тоннаға дейін шығады. Сәлем, құрметті біздің оқырмандар. Біз уәде бергендей чеснок сарымсақ туралы қосымша бір видео түсірейік дедік. Қысқаша айтқан кезде ашып айтамыз, бірақ маңызды моменттер айтайын. Біріншіден, кез келген бір дүниені бастамас бұрын мен ойлағандай ютубтан қарап үйреніп бастаудың қажеті жоқ. Ол жерде ешқандай ақпаратты ашып сіздерге айтпайды. Қандай процестерді бастан өтсеңіздер, біріншісі ол сіз жерді дайындайсыз. Тракторға менің есебімде айтайын, өздеріңіз соны қанша сотыққа бөлесіз, соншалықты кішірейтсеңіз болады. Мен мысалы 50 соткаға ектім, 50 соткаға 1 тонна чеснок кетті. Чеснок сатып алдым 1300 теңгеден Ыстықкөлдің сортынан. Сіздер ең бастап кезде мен айтам, максимум 50-100 кг ғана егіңіздер. Себебі сіз өзіңіздің жеріңіздің қаншалықты құнарлы, қаншалықты дөнесі бар, қай жерде су жиналады, қай жерде су жиналмайды. Себебі су жиналған кезде чесногыңыз шіріп кетеді. Ол да бір маңызды көңіл бөлетін дүние. Соны көру үшін тестовый 50-100 кг егіңіз. Бірақ мен 1 тонна ектім, 1000 кг. 1300 теңгені алдым, 1 миллион 300 мың теңге оған кетті. Сатып әкеліп қойдым, енді жер дайындау керек. 50 сотка жерге шамамен менде 100 мың теңге тракторға кетті. Бұл жерді жырту, аудару, одан кейін оны тегістеу. Тегістеген кезде жаңағы тырмалайды, шөбін алады, сосын дисковать етеді деген сөз бар. Дисковать еткеннен кейін тағы бір процесс, ол арықтар ол жасап өтеді 70 қып, чтоб сіз чеснокты егіп топыраққа көміп кету үшін 70 сантиметрден жерді жыртып өтеді. Окей ғой? Бұл бірінші процесс деп есептеледі. Чеснокты алып қана бірінші трактордың жұмысы. Шамамен 100 мың теңге менде кетті. Одан кейін егін егесіз. Бұл чеснокты алып келген чеснокты әрқайсысын долька-долькаға бөледі және оны еге бастайсыз. Еккен кезде 100 кг, 50 кг өзіңіз еге аласыз, бірақ 1 тоннаны мен еге алмағандықтан біз адам жалдадық. Өкінішке орай қазір жұмыс күші де өте қымбаттағаннан кейін бізде 200 мың теңге кетті. Бұны бәлкім ортадағы жаңағы біз тапсырған диқан дейміз ба, көмекші жігіт дейміз ба, өзінің қалтасын, өзінің расчетін алды ма, алмады ма, бұны ешкімге кінә тақпайды, бірақ жұмысшы күші үшін бізден 200 мың теңге кетті. Сізде бәлкім 100 кг үшін 20 мың теңге кетеді, яғни 10 есе кішкентай ғой. Бұл екінші процесс, яғни сіз ектіңіз. Еккеннен кейін ең керемет процесс содан кейін. Болды, тастайсыз, ұмытасыз. Қыс бойы қардың асты жатады, көктемде ласточкалар ең бірінші сабақтарды шыға бастайды. 5 см, 10 см дейін. Бұл поля сияқты керемет, бір газон сияқты көріп тұрады. Ең керемет сәт осы. Бірақ ерте көктемде сіз бірден оған нитромофос немесе басқа да бір удобрениялар себуіңіз керек. Біз нитромофос септік. Бұл үшінші процесс. Яғни себу. Біз оны қолымызбен септік өзіміз, бірақ сіздерге адамды жалдайтын болсаңыздар, оғанда шамамен 50 мың теңгедей ақша кетеді. Себебі ол қардың үстіне тұрған кезде себу керек дейді. Қармен бірге впитывать етіп жерге дәннің чеснокқа, сарымсаққа түбіне дейін барады. Бұл үшінші процесс ғой, бұны ескеріңіздер. Одан кейін процесс ең бірінші окучивание дейді, немесе жаңағы жерді қопсыту дейміз, қалайдамыз қазақ тілінде. Яғни мысалы чеснок отырғызған болса, жан-жағын топырақтарын тазартып, жинау үстіне үйу, чтобы астындағы размері максимально үлкенірек болып өссін. Егер ол топыраққа жақын болатын болса, онда ол ондай бір үлкен размер бермеуі мүмкін. Яғни бұл бір процесс. Бұл процесске біз тағы да қосымша 100 мың теңге бердік. Яғни бір қатарға 1000 теңгеден шықты. Бізде 85 қатар. Енді шамамен 100 мың теңге біз берді. Обеды бар, анау бар, мынау бар. Сіз ол жерде адам таба аласыз, таба алмайсыз, ол сіз қаншаны табасыз, бұны есептеңіздер. Бұл бір процесс өтті. Екінші процесс
арам шөптер шыға бастайды. Ол арам шөпті жұлу керек. Оған да шамамен жас кезінде бір адам 2-3 қатарды бітіре алады. Ал бұған яғни деген сөз, бұған тағы да кетті бізде 150 мың теңгедей қаражат кетті. Бұл 5-ші процесс. Арам шөптерін жұлу. Одан тағы да бір 3-ші процесс болады. Бір айдан кейін, яғни июньге таман, июнь айына таман, уже арам шөптер тағы да өседі. Сіз оны тағы да бір жұлуыңыз керек. Енді біз өкінішке орай өсіріп алдық. Бұл уақыттар, бұл процесстерді білмегеннен кейін біздің арам шөптеріміз қатты өсіп кетті. Сол үшін тек қана жартысына дейін ғана тазарта алдық. Жартысынан ары қарай енді айтқанда 250 мың теңгеге дейін шығын кететін болды. Біз оны 120 мың теңгенің көлемінде жартысына дейін тазартып қойдық. Уже шын айтып үміт үзілді. Қойшы осы честно болмай кетті деп. Бірақ үшінші рет сіз арам шөпін жұласыз. Бұл 6-шы процесс чеснокқа қатысты. Бұл процесстер бітті. Енді бұл ортада сіз 2 рет суарасыз. Суаруға қатысты. Енді 2 рет суарасыз дегенде андай арықпен суаратын болсаңыз. Егер сізде капельный орошение болатын болса, онда тұрақты ол жерде су болып тұру керек. Су суару бөлек бір өнер. Сол үшін мен сіздерге ұсынысым больше капельный орошение таңдаңыздар. Сәл шығыңыз көптеуі мүмкін, бірақ сіз қай жерде су барып бармай жатқанына көзіңіз жетеді. Және қай жерде дөңес болса, мысалға арықтағы су жоғары қарай көтерілмеуі мүмкін. Және бір жерде су алып кетті, бір жерде су көп болып кетті деген бір сұрақтарыңыз туындамайды. Енді 3-ші шөпті жұлдық, одан кейінгі 7-ші процесс стрелкалар шыға бастайды. Ана уже чеснок пісетін кезде стрелка дейді. Осында бір көлемде болады где-то. Оның басын сындыруыңыз керек, немесе суырып алып, базарға алып сатсаңыз болады. Немесе басын сындырып кесіп тастауыңыз керек. Себебі егер ол қатты өсіп кететін болса, бүкіл күш сол стрелкаға кетеді. Ол аталық болып есептеледі. Ал астындағы чесноктың размері өспей қалады. Сол үшін стрелканың бәрін кесін. Ол тағы бір өнер, және ол 7-ші процесс деп саналады. Осы уақытта сіздерге өте көп шынымен де энергияңыз кетеді. Қайтадан қайталап айтамын, сол үшін 50-100 килограммнан ғана бастаңыз. Немесе қосымша ақшаңыз болу керек. Сіз жұмысшыны алып келіп жұмылдырасыз да 2 күнде бір қойдан бітіретіндей. Егер сізде онда қаражат, материалдық мүмкіндіктеріңіз болмаса, бастапқы кезде сіз өз қолыңызбен істегендіктен 100 килограммнан қайта бастаңыз. Енді стрелкаларын сындырып болдық. Одан кейін процесс қандай? Одан кейін процесс сіз чеснок піскен кезде шөптері қурайды, көресіз. Жерден қазып аласыз чесноктың барлығы. Қазып алдыңыз бір процесс. Одан кейін оны сорттайсыз. Үлкен, майда, ірі, майда, немесе шіріген деп. Әрқайсысын қапқа салдыңыз. Егер бұл ең бірінші кезде ол ылғалда болады, салмағы сәл ауырлау болады, сол кезде сата алсаңыз керемет. Бірақ ол июль айында, шілде айында бағалар 400 пен 500 теңгенің арасында болады. Сол үшін сіз оны тазартасыз да, ашық тесік жаңағы сквозняк істетін сеткілерге салып, су тимейтіндей бір жерге қоясыз, кептіресіз. Бұл 10-ші процесс. Енді шын айту керек, біз 1 тонна егіп, шамамен 2 миллион 200-2 миллион теңгеде ақша жұмсадық. Есесіне 1 тонна 1000 килограмм егіп, 350 килограммдай ғана чеснок алдық. Ол да бірінші сорт чеснок емес. Майдалары бар, шірігі бар дегендей. Онымен біз не айтқымыз келеді? Әттең егер осындай бір ақылды ертерек біреу айтқан кезде маған, бәлкім мен шынымен 50 немесе 100 килограмм егіп, жердің құнарлығын байқап, жалпы үйреніп, қалай егу керек, соның барлығын бір көзден өткізіп, процесстерді үйренетін едім. Егіңіздер берекет береді. 1 тоннадан в идеале дұрыс қарайтын болсаңыз, 5-7 тоннаға дейін шығады. Яғни берекет 1-ге 5. Бірақ бұның барлығын дұрыстап игеру керек. Бұл видеоны міндетті түрде қолдан келгенше бір жерге сақтап қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер.
енді күзде честно егейін деп жатқан біреулер бар шығар. Мұқият болсын, осы ақпараттарды көзден өткізсін, ладно өзім істей салам деген дүние болмайды. Конкретно әрбір дәнді дақыл өзіне бір ілтипат, өзіне бір назар аударғанды қалайды. Не ексеңіз, соны аласыз дейді. Сол үшін аман болыңыздар әрдайым. Құдай қаласа осы видео барлығына пайдалы болған шығар.